Сәлем достар, бүгін біз білмейтін бананның пайдасы жайлы айтатын боламыз. Бұл пайдалы кеңестер каналы, тіркеліп алыңыз. Банан депрессиядан шығуға көмектеседі. Бананның құрамында триптофан атты зат бар. Бұл триптофаннан қуаныш гормоны серотонин синтезделеді. Сондықтан бір банан жеу арқылы көңіл күйді айтарлықтай көтеруге болады. Банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс түрі болып саналады. Тіпті жас нәрестелерге де банан гиперсезімталдық тудырмайды, яғни аллергия шығармайды. Банан сүйектерді нығайтады. Бананның арқасында ағзадағы кальций жинақталып тұрады. Қалыпты жағдайда кальций сынды минералды пайдалы дәрумендер зәр арқылы шығып кетіп отырады. Ал бананның арқасында кальций жинақталып, адам бойындағы сүйектерін қатайтуға қатысатын болады. Және де ішек микрофлорасын жақсартады. Бананның бойындағы ферменттердің арқасында тағаммен түскен пайдалы дәрумендер адам ағзасына тез сіңірілетін болады. Банан іш қатуға да ем. Үнемі іші қатып жүретін адамдарға банан жеу өте тиімді, яғни мықты қорғаныс болып саналады. Банан асқазандағы изжога сынды жағымсыз жағдайлардан құтылуға да бірден-бір себепкер болады. Сонымен қатар асқазан жарасына да ем болады. Бананды жеп болған соң асқазанда қорғаныш қабатын түзеді. Сонымен қатар бананды жиі жеу ағзадағы ісінулерді азайтады. Жаттығу жасамас бұрын бананды жеп алған дұрыс. Денедегі қант мөлшерін арттырып, жаттығудың эффективный өтуіне көмектеседі және жаттығудың соңына дейін энергияңыз жететін болады. Қолдау білдіріп, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.